Сәлеметсіздер ме? Мен Аягөз қалалық нөмір 1 бөбекжай балабақша меңгерушісі Сейтжапарова Жанар Амангелдіевна. Біз үшін қауіпсіздік бұл Қазақстан Республикасының білім туралы заңының басты талабы, яғни баланың құқығы мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ететін эмоционалдық жайлы кеңістік. Басшы ретінде менің басты міндетім ең алдымен әрбір бүлдіршіннің өмірі мен денсаулығын заң талаптарына сай толық қамтамасыз ету. Бүгінгі таңда мекемеміз заманауи цифрлық бейнетамофон жүйесімен, жедел дабыл түймелерімен және автоматты өрт сөндіру құрылғыларымен толық жабдықталған. Ішкі және сыртқы аумақты 100% қамтитын бейнебақылау камералары тікелей күзет бекетіне және менің жұмыс үстеліме қосылған. Алайда біздің ең басты инновациямыз қауіпсіздік мәдениетін балалардың өздері арқылы дамытуымыз. Арнайы ойындар арқылы бүлдіршіндер қоршаған ортадағы қауіпті тануды және одан сақтануды үйренеді. Біз балабақшамызда толықтай кедергісіз, инклюзивті орта қалыптастырдық. Мұнда ешқандай кемсітушілікке жол жоқ. Әр баланың теңдігі мен даралығы заңды түрде қорғалған. Тіл дамыту жұмыстары арқылы біз әр бүлдіршіннің өз пікірін еркін білдіру құқығын жүзеге асырамыз. Осы құндылықтар аясында ата-аналар мен ПМПК мамандарының қатысуымен маңызды кездесулер ұйымдастырылып тұрады. Бірлескен жұмыстың нәтижесінде әр баланың өзін қорғалған әрі сенімді сезінуін қамтамасыз ететін жеке қауіпсіз даму маршрутын бекіттік. Инновациялық педагогикалық технологияларды енгізуде де ең алдымен қауіпсіздікке мән береміз. Қолданылатын заманауи голограмма технологиялары баланың көру қабілетіне зиян келтірмейтін, визуалды қабылдауды арттыратын қауіпсіз құрылғылар, ал ойын кеңістігін жабдықтауда тек сертификатталған, экологиялық таза және сапа талаптарына сай ойыншықтар қолданылады. Әр топтағы терезе алдындағы бақша мен тірі табиғат бұрышындағы аквариум балалардың жүйке жүйесін тыныштандырып, эмоционалдық жайлылық сыйласа, ауладағы жылыжайымыз бүлдіршіндерді экологиялық таза ортада еңбек етуге баулиды. Бала қауіпсіздігінің ең маңызды тірегі сапалы әрі теңгерімді тамақтану. Балалардың ас мәзірін, табиғи таза өнімдерді тұтынуын және сауықтыру шараларын тұрақты бақылауда ұстаймын. Бұл үдеріс толықтай ашық. Ата-аналардан құрылған қоғамдық бақылау тобы тағамның сапасы мен мерзімдерін үнемі қадағалап отырады. Мекемедегі қауіпсіздік шаралары, материалдық техникалық базаның нығаюы мен қаржылық жұмсалымдар бойынша біз қамқоршылық кеңес алдында есеп беріп отырамыз. Сонымен қатар, педагогтердің құқықтық және цифрлық сауаттылығын арттыру мақсатында құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен ақпараттық қауіпсіздік бойынша кәсіби кездесулер ұйымдастырылды. Өйткені педагогтың психоэмоционалдық дайындығы бала үшін қауіпсіз әрі бақытты орта құрудың алтын діңгегі. Тәрбиешілерімізге баламен жұмысты стрессіз, қауіпсіз және нәтижелі ұйымдастырудың тиімді жолдарын үйретіп, дайын әдістемелік нұсқаулықтармен қаруландырамыз. Тәрбиеленушілердің қауіпсіздігі мен қолайлы даму ортасы облыстық білім басқармасы мен аудандық білім бөлімі басшысының да басты назарында. Менің идеямның негізі қауіпсіздікті жай ғана ереже ретінде жаттату емес, оны әр баланың күнделікті әдетіне айландыру. Интерактивті ойындар мен заманауи технологиялар арқылы біз баланың қоршаған ортаны еркін әрі қауіпсіз зерттеуіне жағдай жасаймыз. Біздің мақсатымыз балабақшаны тек қауіпсіз ғимарат емес, әр баланың өзін еркін сезініп, жылы, жайлы ұясына айландыру. Бүгін бізден қауіпсіз мінез-құлық негіздерін үйренген бала ертең қоғамда жауапты, саналы азамат болып ержетеді. Ата-ананың тыныштығы мен баланың күлкісі біздің ең үлкен жетістігіміз.